Баланы қырқынан шығару дәстүрінің сыры. Қазақ салтында нәрестені қырқынан шығару кезінде оның тырнағы мен шашын алады. Бұл ғұрыпты көбіне әділдігімен аты шыққан көркем мінезді құлықты кісіге жасатады. Мұсылмандар ібілістің адам тәнде дәрет сындыратын жері тырнақ асты деп сенеді. Адамның тырнағы ілінбай, асты кірге толса, ібіліс сондай лас жерді аңдып жүреді екен. Қазақта ұсақ түйек өсек сөздерді жинап теріп жүретін адамдарды тырнақ астынан кір іздейді деп сипаттау осыдан қалыпты. Адам өліп мәйіті көрге қойылған соң, қабір азабы оның тырнағының астынан басталады. Сондықтан мұсылман жұрты тырнақты өсірмей уақытылы алып отыруға үлкен мән берген. Тырнақты таза ұстау имандылықтың белгісі ретінде саналады. Ал баланың шашын алатын себебі ібіліс бей-берекет шашылып жатқан шаш қылынан тон тоқып киеді екен. Мұсылмандық бір аңызда Әзірет Әли ібілісті ұстап алады. Ібіліс үстіне жылы тон киіп алыпты. Ал баланың шашын алатын себебі ібіліс бей-берекет шашылып жатқан шаш қылынан тон тоқып киеді екен. Мұсылмандық бір аңызда Әзірет Әли ібілісті ұстап алады. Ібіліс үстіне жылы тон киіп алыпты. Әзірет Әли: «Ей малғұн, үстіңдегі тоңды қайдан алдың?» дейді. Ібіліс сонда: «Адамдар шаштарын алдырған соң далаға тастай салады. Мен соларды жинап теріп, өзіме тоң тоқып киемін. Ондай адамдарға менің үстемдік етуім оңай болады. Олар хақтың жолында әлсіз келеді», депті. Осыған орай қазақ арасында нәрестенің бірінші алынған шашын сақтап қойып, өзгесін өзіне тұмар етіп тағатын ғұрып шыққан екен. Сенім бойынша ібіліс ол балаға әсер ете алмай дүңкесі құриды екен. Қазақ арасында шашты далаға бей-берекет тастамау керек деген түсінік кең тараған. Әйел адамдардың да тарақтан түскен шаштарын жинап, жерге көміп, не болмаса өртейтіні осыдан шықса керек. Шашы өскеннің елі кәпір, тырнағы өскеннің өзі кәпір деген тәмсіл сөз осыған орай айтылыпты.